Емтихандың 24-ші сабағы. Тақырыбы алтын адам неліктен мемлекеттік символға айналды. Мақсаты тарихи ескерткіш және алтын адам туралы аңызды білетін боласың. Бұл жерде біз не көріп тұрмыз? Тарихи ескерткіштерді көріп тұрмыз. Ескерткіш не үшін керек екен? Ескерткіш ел тарихы мен мәдени мұраларды сақтап қалу үшін керек екен. Ал тарихи ескерткіш дегеніміз не? Тарихи ескерткіш аса маңызды тарихи оқиғалардан хабар беретін тарихи орындары мен онда сақталатын заттар мен ғимараттар туралы көрсетеді. Тарихи ескерткіштің бірі Есік қорғаны. Археологтар 1969 жылы Алматы маңындағы Есік қорғанынан алтын адамды тапты. Ол жерден алтыннан жасалған 4000-нан астам әшекей бұйым, алтын сақиналар, мүсіндер, қалайы мен алтыннан жасалған қару-жарақ, әртүрлі ыдыстар табылды. Жазуы бар күміс ыдыстар жазудың өте ертеде пайда болғанын дәлелдейді. Енді алтын адам туралы аңызды тыңдап көр. Ерте заманда қазақтың Ұлан-Байтақ даласында бір тайпа мекендепті. Ол тайпаның балалары бір-біріне ұқсас болған және бір тілде сөйлеген екен. Халқы күшті әрі бай болған. Қасқалдақ батырдың отбасында 9 ұл болыпты. Күндердің күнінде 10-шы ұл дүниеге келіпті. Оның ұзын алтын бұрымы болған екен. Сондықтан оны алтын айдар деп атапты. Оны барлығы еркелеткеніне қарамастан, алтын айдар қыңыр болмапты. Күндердің күнінде тайпаға шығыстан қаһарлы жау келе жатқаны туралы жаман хабар келеді. Халық жиналып, жауға қарсы шығуға шешім қабылдайды. Батыр Қасқалдақ бас қолбасшы болады. Атты әскерлер темір сауыт киіп, қолына болаттан жасалған өткір семсер мен қылыш алады. Бәрінен де алтын айдар жақсы жасақталады. Жас батыр басына алтын дулығы киіп, кеудесі мен арқасын алтын күркеумен жабады. Беліне алтын белдік тағады. Аяғына ұшы үшкір алтын өрнекпен өрнектелген ұзын қонышы, ұзын етік киеді. Ол өз әскерімен жауға қарсы шапқанда алтын киімі ұшқын шашады екен. Оның пайда болғанның өзі жауға үрей туғызады. Жау Қасқалдақ әскер жеңілмапты. 3 күндей айқасқан соң екі жақ бітімге келеді. Бірақ жау алтын айдарды қулықпен көзін жойғысы келеді. Жау оғы да, басқаның семсері де алтын айдарды жеңе алмады. Сөйтіп 18 жасында ол қатты науқастанып қайтыс болады. Оны сол үстіндегі алтын киіммен жерлеген екен. Қабірінің жанына сен бізден болашаққа ерте кетіп қалдың деген жазуы бар күміс ыдыс қойылған. Балалар, алтын адамның киімдері қандай аңдармен бейнеленген екен? Алтын адамның киімдері барыс, бұлан, таутеке, арқар, жылқы және әртүрлі құстың мүсіндерімен бейнеленген. Неліктен аң мен құстың бейнесіне безендірілген? Себебі сақтар қару мен киімдегі аң құстардың бейнесін жауынгерді жаудан қорғайды деп сенген. Ал енді осы алтын адам қандай адам екен? Батыр, алтын бұрымды, намысшыл, ержүрек батыр болған екен. Балалар, алтын адам қазақ халқының азаттық және еркіндік символына айналды. Тәуелсіздік ескерткішіне негіз болған алтын адам егемендігіміздің сақшысындай болып, биіктеп асқақтап тұр.